Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жай ғана кефир мен суды араластыра отыра дәл осындай өте ерекше тәттілердің рецептісін ұсынатын боламын. Бұл видеода мен барлығын толықтай асықпай көрсететін боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоны өткізбестен соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 300 мл жай ғана су қажет болады, және де 120 мл кефир қажет болады. Үстінен бір ас қасықпен разрыхлитель шым-шым тұз қосып, кішкене араластырып жібереміз де 300 грамм ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп салып, барлығын венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде дәл осындай арасында ешқандай түйіршіктері қалмайтын сұйық масса шығуы қажет. Енді бізге кондитерлік мешок қажет болады, соған барлық массамызды құйып аламыз. Егер сіздерде бұндай кондитерлік мешок болмайтын болса, жай ғана салафанға салып, ұшын ақырындап кесіп алатын боламыз. Табамызға кішкене май құйып қыздырып аламыз, және де жаңа кондитерлік мешоктың ұшын кішкене етіп қайшымен кесіп аламыз да, дәл видеодағыдай осылай дөңгелекше етіп майдың үстінен құямыз. Ешқандай бір-біріне жабысып қалмайды. Осылай ақырындап құйсаңыздар, өзі 3-4 минутта екі бетінен қызартып пісіріп аламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp желісінде әртүрлі чаттарға бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Енді біз сиропын жасап аламыз. Ол үшін жарты пиала қантымызға 1 пиала су қосып, үстінен 3 ас қасық осындай лимонның шырынын қосамыз да, газге қойып 5 минуттай жақсылап қайнатып, қантымыз ерігенше қайнатып аламыз. Енді біздің тәттілерімізді ақырындап осылайша видеодағыдай бір-бір салып алып, біздің тарелкамызға жайғастырып, арасына мен осындай жаңғақ сеуіп жібердім. Бұл міндетті емес, фисташканы ұсақтап, майдалап, сіздер кез келген жаңғақ қойып сепсеңіздер болады. Барлығын осылай суға батырып, біздің шырынымызға ақырындап қойып шықтым. Бар жоғы 20 минутта дәл осындай тәттіні сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.